Балалар барда мысалы ажырасып кетеді, анасы мен әкесі ажырасып кетеді да, анасы қолдан келгенше баласына бар махаббатты беруге тырысады. Ол ана, ол жалғыз басты ана балаға қарап жатыр да, ол жұмыс жасайды. Азанда кетеді, кешке келеді. Әйтеуір осы баланың қарны тоқ болса екен. Әкесі, анасы бар. Балалар жағы тұрады ғой бірге. Сол әкесі, анасы бар балалардан еш жері кем болмаса екен осы баланың. Осы жаттығуға баса екен, мықты болса екен. Әкесі мен анасы беріп атқан махаббат, әкесі мен анасы беріп атқан тәрбиені, әкесі, анасы бар, толық жанұядан беріп атқан жақсылықты балаға жалғыз басты ана еш жері кем болмай, мен де соны берейінші осы балама деп бар махаббатын береді. Сендерге киім алып береді, сендерге бүкіл кружоктар, спортың бар ма, бокс залың бар ма, сабағың бар ма, дополнительный ма, қолдан келгенше ана жұмыс жасап, сендерді ештеңеден кем қылдырмай өсіруге, тәрбие беруге тырысып отыр. Но соны сол бала енді анасы жалғыз өсіп жатқаннан кейін әрине енді әкелік тәрбие, әкелік махаббатты көрмеген бала, ол ана әйел адам ғой енді ол. Соншама беріп жатқан махаббатты ол көтере алмай қалады. Еркелейді, бұлар ана ғой, әйел адам ғой дейді. Анасын тілін алмайды. Элементарно жаңа азанда оятып отырып, тұрмайды, жатып алады мысалы. Соны жақсы жағынан түсіну керексіңдер да балалар. Кейбір аналар бар да, кейбір балалар бар. Анасын соншалықты махаббатын беріп жатады да, дата ғой еркелеп кеткенде дата телефон звондаса, 15-16 жаста уже пайда болады, уже 14 жаста былай қарай пайда болады сендердің жастарында. Телефон звондаса, телефон көтермей қояды. Үйіне келеді, кеш келе бастайды. Түнгі сағатта 10-да келе бастайды, 11-де келе бастайды. Ертең күні вообще анасын басынан шығып алады да 1-де 2-де келе бастайды. Ол ананың беріп отқан махаббатыңа, ананың беріп отқан саған жақсылығыңа сол сәйкес келе ме сондай істерге? Сұрақ сендерге. Дата бұл магнит етеді да уже. И бір күні шығады мамасына: балам, сен неге кешігіп жүрсің? Неге сен бүйтіп жүрсің? Неге мен звондаған телефон көтермейсің десе, бала айтады да: мне уже надоел дейді. Сенің постоянно, мама, маған надоел, сен постоянно маған контролируешь мені, постоянно мені бүйтесің, звондайсың, мен надоел оның бәрі. Мысалға, астағфиралла. Ол ана не үшін контроль жасайды? Ол даже контроль емес, не үшін звондайды саған әрдайым ана? Өйткені ол уайымдайды. Оның еркегі жоқ, оның байы жоқ, күйеуі жоқ оның. Балаға звондап тұратын, оны қорғайтын, оның байы жоқ. Өмір тағдыры солай болды да, ол екі жақ ажырасып кетті олар. Оның әкесі жоқ, күніге оған хабарласып тұратын, күніге оны көрсететін, күніге оны сабақтан алатын, алып кететін, күніге оны боксқа апарып жүретін, әкесі жоқ оның. Ол ана уайымдайды. Ертең келсе екен, 9-да уақытын келсе екен, мен звондағанда хотя бы телефон көтерсе екен. Сондай махаббат сендерді ана өсіп жатқаннан кейін, сол енді әкесі жоқ, жалғыз басты аналар өсіп жатқаннан кейін, сондай аналар махаббаттар неменеге жерге таппайсыңдар сендер балалар. Сендер әлсізмін деп ойламаңдар, араларында бар, мен айтпаймын мен оны. Араларында бар әкесіз өсіп жатқан балалар. Сендер қайта әкесіз өсіп жатсыңдар ма? Сендер қайта мықты болыңдар. Сендер сол аналардың үмітін ақтаңдар қайта. Әкесі мен анасы толық жанұяда өсіп жатқан баладан еш жерің кем емес сендердің. Сендер әкесі мен анасы өсіп жатқан баладан одан да мықты болыңдар. Одан да күшті болыңдар. Дәлелдеңдер сендер. Аналарыңа дәлелдеңдер. Аналардың махаббатын дәлелдеңдер. Аналардың махаббатын ақтаңдар. Мен жасым 37-тен асқан. Мен анам звондаса, мен никогда телефонды көтермеймін. Никогда любой совещание, жиналыс, жұмыс,
қаншама адамдардың қасында тұрамын. Анам звондаған кезде балалар, мен жасым 33-те, 37-де, жасым 37-де, өзімнің 3 балам бар мысалға да, өзімнің. Мені бірақ анам звондағанда, мен любой жерде телефон көтеремін. Қандай да бір кездесу, маңызды, жиналыс, адам көп тұрсын, мен қарамаймын оған. Анам звондады ма, ол маған закон, заң маған. Әкем звондады ма, закон маған, заң. Анам звондағанда, ренжімен де, мам, аға айта беріңіз, не оқыды? Бәрі жақсы ма, ама ма, болды ғой, телефон ендегі алып берді сендерге. Еще айфон алып береді сендерге аналарың. Телефон шықпайсыздар. Ренжиді сол аналарың. Телефон көтермейді деп. Үйлеріне барасыздар еді, балам не үшін анам телефон көтермей қойды, мен уайымдадым ғой десе. Мен көрмей қалдым, байқамай қалдым. Что, перезвонить, что, западло, что ли? Я не верю, что сендер бар ғой, көрмей қалдыңдар. Вам просто не захотелось самого человека номер 1 в вашей жизни, во всей этой планете, который любит и оберегает вас, и сендер телефонды көтермей қойдыңдар сол адамның. Мен жасым 37-те, мен тік тұрам анам звондаса. Болады моментами, где-то я, может, не увидел, не переугорел, не глядел, ана көрмей қалдым. Пропущенный көрмей қалсам, сразу перезвонил. Мам, бәрі жақсы ма, не болып қалды, мен байқамай қалдым, кешіріңізші мам. Қалай, бәрі дұрыс па, жұмыс қалай, бәрі қалай, денсаулығыңыз мам, қалай бәрі. Осылай. Аналары ренжиді сол. Ренжітпесеңдерші сол аналарын, бауырлар. Балаларым мен. И никогда өздеріңді төмендетпеңдер. Менің әкем жоқ деп. Ол өмір ол. Әкелеріңе де ренжімеңдер ешқашан. Мені көрмейді ол. Біз араласпай кеттік. Или воскресенье папа ол. Тек қана воскресенье келеді. Или может бір айда бір мәрте көреді. Неше түрлі жағдай ғой. Ол басқа қалап тұрады ол. Никогда әкелеріңе никогда ренжімеңдер. Ол өмір солай ол. Тағдыр ол. Сендер кейін өсесіңдер, соның кезде бірақ түсесіңдер ол. Ол солай болып қалды. Ол не отразится, ол мәз болғаннан кетіп қалған жоқ. Ол мәз болғаннан басқа қалада жүрген жоқ. Ол мәз болғаннан анаңмен ажырасып кетіп қалған жоқ ол. Сендер ақиқаттың сутын білмейсіңдер. Никогда әкелеріңе ренжімеңдер. Қандай да ол ит адам болса да ол сендер әкелерің. Соны біліп қойыңдар. Түсінікті ма? Да. Аналарыңды ренжітпеңдер, әкелеріңді ренжітпеңдер. Дәлелдеңдер мынау. Анасымен ғана тұратын, әкесі алыста ма, басқа жақта ма жүретін болса, аналарын ұмытпақтаңдар. Докажите, что сендер мықтысыңдар. Докажите. Сол аналар беріп отқан махаббатын аналардың 10 есе қайтарыңдар. Аналарыңды ренжітпеңдер. Толық жанұяда әке барынша бәрін істейді баласы үшін. Бәрін жағдай жасайды. Баласы үшін. Мамаға легче как-то. Тәрбие жағынан, финансы жағынан, бәрі жағынан легче. А когда әке жоқ балалар, почему ана не үшін звондай береді? Потому что уайымдайды. Жаңа айттым ғой. И жаңа әке көмектеседі, бәрі жағынан тәрбие, финансы жағынан бәрін төлейді. А бұл жақта уже жоқ төлейтін адам, сендерге қарайтын адам жоқ, бөлі жалғыз басты ана қалады. И сол жалғыз басты ана 3 жерде, 4 жерде жұмыс жасайтын аналарды білемін, чтобы прокормить одного сына, чтобы воспитать одного сына, она все делает. Түнде барады, техничка пол жуады, азынан кешке дейін барады, бір жерде пол жуады, кешке таман тағы бір жерде пол жуады. Күніне 3 жерде жұмыс жасайтын жалғыз басты аналарды білемін, чтобы прокормить вот этого сына. А сендер еще қалмай сол, аналарды ренжітіп, телефондарын алмай. Мені бүйтпе, мені сөйтпе. Ты меня контролируешь, деп жынанасыңдар. Это дұрыс емес. Мықты болыңдар. Сендер мықты болу керексіңдер. Соны біліңдер. Сұрақ бар ма? Жоқ. Менікі дұрыс па? Иә. Дұрыс болмаса айт.